Әлемде неше түрлі оқиғалар болады. Олардың бірі тарихқа енсе, бірі рекордтар кітабына енсе, кейбіреулері туралы фильмдер шығып жатады. Солардың ішінде әлемге танымалы Хатико. Хатиконың адалдығы жайлы айтпасақ та бәріміз білеміз. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өмірден алынған фильмдер жайлы айтамын. Капитан Филлипс. Бұл оқиға 2009 жылдың басында болған. Капитан Филлипс контейнерлерді тасып теңізге шыққан болатын. Кенеттен оның бортын қарақшылар басып алады. Қарақшылар көлік қойнауында жатқан капитан мен оны көмекшісін тауып алып, өздерімен бірге алып кетеді. Қалған жолаушылар капитанның жоспарымен қойнауда қалады. Қарақшылар кемеден ешқандай бағалы зат таппаған соң капитанды тұтқын ретінде алмастыруға ұсыныс жасайды. Капитан Филлипсті атайын деп жатқанда әскерилер келіп үлгереді. Ал қойнауда жатқан адамдар капитанның жоспары бойынша қашып шығады. Башни близнецы. Фильм 2001 жылы 11 қыркүйекте Нью-Йоркта болған оқиғаға байланысты түсірілген. Полицейлер бүкіл әлемдік сауда орталығына ұшақ келіп соққанын естігеннен кейін ішіндегі қызметкерлерді құтқаруға барады. Сол кезде ғимарат қопарылып, полицейлердің барлығы жан тапсырады. Тек 2 полицей қопарылған ғимараттан аман шығады. Олар қираған жерден аман шыққан соңғы полицейлер. 1+1. Жүре алмай қалған бай Филипп өзіне қамқор болатын күтуші іздейді. Сол сәтте жұмыстан шыққысы келіп жүрген Дриске қызығып, сол жігітті қасына қызметші етіп алады. Кезінде ішіндегі жалғыздықтан құтыла алмаған Филипптің ең жақын досы болып, кезінде нашақор болған Дрис болады. Кейін Дриске еліне оралу керек болғанда Филипптің қатты іші пысып, өзін-өзі өлтіруге дейін барады. Сол кезде Дрис қайта оралады. Содан кейін оны кафеге түстенуге шақырады. Бірақ кафеге өзімен кездесу үшін емес, Филипптің өзі жақсы көрген Элеонора атты әйелмен кездестіру үшін шақырады. Сөйтіп екеуі қосылып 2 қызды болады. Эверест. Фильм 1996 жылдың мамыр айында Гималай тауының биік шыңында болған оқиғаға байланысты түсірілген. Эверестке экспедиция жасағандардың ішінде тәжірибелі альпинистер мен мүлдем тәжірибесі жоқ саяхатшылар да бар. Олардың барлығы тауға аман сау көтеріледі. Бірақ таудан түсу кезіндегі бораннан 5 адам қаза табады. Бірақ ол кезде қаза тапқандар саны көп болуы мүмкін еді. Егер қазақ альпинисті Анатолий Букреев болмағанда, ол жалғыз түнде бірнеше адамды құтқарған. Несломленный. Фильмде 1936 жылғы Берлиндегі Олимпиадаға қатысқан америкалық атлетші Луи Замперинидің шын оқиғасы жайында жазылған. Сол Олимпиадада финалға дейін шығып, финалдық жарыста жеңіліп қалған. Замперини келесі Олимпиада ойындарына қатысу керек болатын, бірақ екінші дүниежүзілік соғыстың кесірінен оған ел қорғауға тура келді. Замперини мінген ұшақ Тынық мұхит үстінде апатты жағдайға түсіп, 2 қызметтесімен дрифтте 47 күн өмір сүреді. Содан олар жапондықтардың қолына түсіп, құл болып азаптанып жүреді. Ол үйіне тек соғыс біткеннен кейін қара оралады. «127 сағат». Фильм саяхаттағанда ұнататын Арон Рылстон жайында. Ол бір жаққа саяхаттағанда өзінің қайда кетіп бара жатқанын ешкімге айтпайтын. Кенеттен ол бір қиын жағдайға ұшырайды. Жердің жыртылған жеріне түсемін деп қолы тасқа қыстырылып қалады. Сөйтіп ол қолын шығарудың әртүрлі жолын іздейді. Арада 5 күндей уақыт өтеді. Содан ештеңе шықпаған соң қолын кесуіне тура келеді. Арон бір қолсыз қалса да саяхаттауды тоқтатпайды. Бірақ бұл жолы өзінің қайда жол тартқанын ескертіп кететін болды. Нирджа. Фильм 1986 жылдың 5 қыркүйегінде болған оқиғаға байланысты түсірілген. Pan American World Airways компаниясында стюардесса болып қызмет атқаратын Нирджа есімді қыздың ерлігі туралы. Оқиға желісі Pan Am 73 ұшағын террористер басып алады. Сол кезде Нирджа ерлік көрсетіп жолаушыларды аман алып қалып, өзі террористердің қолынан қаза табады. Невозможные. 2004 жылы Таиландтағы су тасқынынан аман қалған 5 адамнан тұратын отбасы жайлы. Таиландқа жазғы демалыстарын өткізу үшін барған отбасы ауыр жағдайды бастан кешеді. Су тасқынынан кейін үлкен баласы анасымен бірге аман қалып, оған барынша көмегін көрсетіп жүреді. Ал әкесі 2 кішкентай баласын кездестіріп, әйелі мен үлкен баласын барлық жерден іздейді. Сөйтіп жақын маңдағы емханадан баласы мен әйелін жолықтырады. Ауыр халде жатқан әйелін емдеуге Сингапурға жібереді. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Аман сау болыңыздар.